Бет терісінің түсі сұлулық пен өзін-өз күту мәдениетінің маңызды аспектілерінің бірі. Әсіресе терінің жарқырап, таза көрінуі көптеген адамдардың басты мақсаттарының бірі болып табылады. Бірақ кейде күн сәулесінің әсерінен пигментация немесе басқа да факторлардың терінің түсін өзгертуі мүмкін. Бұл видеода бетті қалай ағартуға болады деген сұраққа жауап іздеп, үй жағдайында қолдануға болатын әдістер мен кеңестерді ұсынамыз. Бет терісін ағартудың әртүрлі себептері болуы мүмкін. Пигментация мәселесі күн сәулесінің әсерінен немесе гормоналдық өзгерістерден бетте дақтар пайда болуы мүмкін. Екіншіден, күйген теріні қалпына келтіру. Күнде ұзақ уақыт болғаннан кейін терінің түсі қарайып кетуі мүмкін. Үшіншіден, жас ұлғаюының әсері. Уақыт өте келе тері түсі біркелкі болмай, қара дақтар пайда болуы мүмкін. Сондықтан бұл мәселелерді шешу үшін табиғи және қауіпсіз әдістерді қолданған дұрыс. Қияр маскасы. Қияр ылғалдандырушы және ағартушы қасиеттермен танымал. Ол теріні тыныштандырып, сергітеді. Қолдану әдісі. Қиярды жұқа тілімдерге кесіп, бетке қойыңыз. 20 минуттан кейін бетті сумен жуыңыз. Бұл масканы аптасына 3 рет жасаған дұрыс. Лимон шырыны. Лимон шырыны табиғи ағартқыш қасиеттермен танымал өнім. Оның құрамындағы С витамині терінің пигментациясын азайтып, теріні ағартады. Қолдану әдісі. Жаңа сығылған лимон шырынын мақтамен бетке жағамыз. 10-15 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Бұл әдісті аптасына 2 рет қайталаңыз. Маңызды. Лимон шырынын қолданғаннан кейін күннен қорғайтын крем жағуды ұмытпаңыз. Себебі тері күн сәулесіне сезімтал болып қалады. Йогурт маскасы. Йогурт құрамындағы сүт қышқылы тері түсін ағартып, дақтарды азайтуға көмектеседі. Қолдану әдісі. Табиғи йогуртты бетке жағып, 15-20 минут ұстаңыз, жылы сумен жуып тастаңыз. Бұл процедураны күніге жасауға болады. Бал мен лимон маскасы. Бал теріні нәрлендіріп жұмсартады, ал лимон шырыны ағартуға көмектеседі. Қолдану әдісі. 1 ас қасық бал мен 1 шай қасық лимон шырынын араластырыңыз. Қоспаны бетке жағып, 15 минуттан кейін жуып тастаңыз. Аптасына 2-3 рет жасаңыз. Арнайы косметикалық өнімдер. Егер үй жағдайындағы табиғи әдістер жеткіліксіз болса, арнайы косметикалық құралдарды қолдануға болады. Ағартушы кремдер. Косметикалық дүкендерде теріні ағартуға арналған көптеген кремдер бар. Олардың құрамында әдетте С дәрумені, қой қышқылы немесе арбутин болады. Сонымен қатар, тері күтіміндегі маңызды кеңестер. Бетті ағарту процесінде теріні қорғау мен күту басты назарда болуы тиіс. Бетті қалай ағартуға болады деген сұрақтың жауабы тек әдістерде ғана емес, күнделікті күтімде де жатыр. Күннен қорғау. SPF деңгейі жоғары күннен қорғайтын крем қолданыңыз. Күн сәулесінен максималды қорғау үшін кең жиекті бас киім киіңіз. Ең бастысы теріні үнемі күтіп, дұрыс тамақтанып, зиянды әдеттерден аулақ болу. Егер сіз теріңіздің сұлулығын ұзақ уақыт сақтағыңыз келсе, тұрақты күтімге ерекше көңіл бөліңіз. Табиғи әдістер мен дұрыс күтім теріңіздің жарқыраған сұлулығын сақтауға көмектеседі. Видеомыз пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.